Уақыт жоқ дейміз, бірақ уақыт қайда кетіп жатыр? Тағы бір видео, тағы бір скролл, тағы бір пост, минут. Бір сәтте ой келеді. Қалай кітап оқып бастауға болады? Бірінші қадам, сөреден өзіңде бар кез келген қазақ әдебиеті кітабын ал. Неге? Өйткені әдебиет сенің ойлайтын тіліңді дамытады. Түсінбесең де ойлау көкжиегіңді кеңейтеді. Сөздік қорың мен қиялың өседі. Сол кітапты тыныш, таза жерге алып кел. Ыңғайланып отыр. Бұл өзіңе бөлген уақыт. Енді таймер қой. 15-20 минут. Көп емес, қорқатын ештеңе де жоқ. Асықпа, көз жүгіртпе, шын оқы. Сөйлемді сезін. Тағы бір рет, тағы бір абзац және оқи бер. Кейде кітапты өмірің, кейде көңіл-күйің өзі таңдайды. Қандай кітап оқимын деп бірден ойланба. Аз-аздан, бірақ үздіксіз. Уақыт бітті ме? Жарайсың. Ертең тағы да солай. Бірдей уақыт, бірдей ритуал. Бір күні байқайсың, оқу әдетке айналған. Бір кітап бітеді, келесі кітап өзінен өзі басталады. Досым, егер кітап оқимын десең, онда асықпай, аптықпай, ең бастысы өзіңе ұнайтындай етіп оқы.